Сәлем кішкентай досым, қалыңғылы еркелерге ертегі каналындағы ертегілер ұнап жатырса лайк басуды ұмытпа. Бүгін өздеріңізге мен ине мен жіп туралы ертегі айтқым келеді. Менің қолымда мынандай жіп тұр. Әдетте барлық үйде осындай жіптің қасында ине қадалып тұрады. Бүгінгі ертегі бір-бірімен ұрысып қалған ине мен жіп туралы болады. Сонымен бір тігіншінің мынандай жібімен көзі өткір инесі болыпты. Олар бір-бірімен өте тату болған екен. Бірде ине тұрып тігіншіге: "Ой шебер, осы менің арқамда сіздің қолыңыздан шыққан нәрселер жайнап шыға келеді. Мен сіз тіккен матаның әр қайсына әр беріп, бірде көйлек, бірде жейде, бірде бас киім, бірде шалбар тігемін. Мен болмасам ісіңіз өнбеуші еді" дейді. Бұны естіген жіп: "Ау, инежан, қателесіп тұрған жоқсың ба? Кез келген көйлекті, киімді тігу үшін жіп керек емес пе? Бір өзің сусылдап матаны тескеннен басқа пайдаң болмайды ғой, мен болмасам қатырасың ей" дейді. Сөйтіп ине мен жіп бір-бірімен сөзге келісіп ұрсып қалады. Шебер көйлек тігейін десе, матаға ине өтпейді. Инеге жіпті сабақтайын десе, ине көзін қысып алып, тесігін жұмып алып, жіпті өткізбей қойыпты. Шебер әбден шаршаған соң: "Қой, бұнымен сөнбес, жіпті бір жаққа, инені бір жаққа салайын" деп, екеуін екі бөлек ыдысқа салып қойыпты. Бір күн өтеді, екі күн өтеді, жіптің іші пыса бастайды. Бұрын түрлі-түрлі көйлек тігіп, неше түрлі киім тігетін едік. Шебер бізді іздемейтін де болды. Ине не істеп жатыр екен деп іштей ойға батады. Ине болса қараңғы жерде, қасында не жіп жоқ, не оймақ жоқ, іші пысып: "Туф, мен де бекер мақтаныппын ғой. Жіпсіз күнім жоқ екен ғой. Шеберге жіпсіз иненің түк қажеті жоқ екен ғой. Ең болмаса тісін шұқима десем, оған да қажетім болмай тұр. Енді қайтсем екен" дейді. Сөйтіп, бір күні шебердің түсіне ине мен жіп кіріпті. Екеуі: "Шебер, бізді кешірші. Енді бұдан кейін біз ұрыспайтын боламыз. Әрине, жіпсіз иненің, ал инесіз жіптің күні жоқ екен" деп кешірім сұрайды. Шебер сосын екеуін екі құтыға салып қойған жерінен алып, бір-бірімен қайта татуластырып, әдеттегідей әдемі киімдерін тігуге кірісіпті. Ал балалар, сіздердің үйлеріңізде ине мен жіп қатар тұра ма? Комментарийге айта берейін ба? Ал балалар, сіздердің үйлеріңізде ине мен жіп қатар тұра ма? Комментарийге жаза кетіңіздер. Жалпы сіздер өзі ине жіп сабақтау білесіңдер ме? Мамаларың үйретті ме? Оны да жаза кетіңіз. Ендеше келесі ертегі тыңдағанша аман болыңыздар.